Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз кезде арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 9-15 маусым аралығында қайда баруға болады? 9-15 маусым аралығында қалада қандай шаралар өтеді, қайда барып демалуға болады? Концерттер. Осы апта бірнеше концерт жоспарланған. 9 маусымда жас сүйер қауымға арналған All Star Jam Session кеші өтеді. Билеттер мына жерде. 12 маусымда Республика сарайында жаңа тыныс атты шоу-спектакль өтеді. Этно мен жаз үйлескен кеште скрипкасы Jamila Сергебаева, сазген сазы Самұрық топтары, жаңа ғасыр театры, әнші Диана Смайл өнер көрсетеді. Билеттер мына жерде. 14 маусымда продюсер Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Құдайберген Бекшин әндер мен жылдар концерт өтеді. Онда Медеу Арымбаев, Шахизада, Жеңіс Қақова, Алмас Кішкенбай, Бүркіт пен Айша өнер көрсетеді. 14 маусымда бұдан бір жыл бұрын құрылған инди-рок жанрында ән айтатын Күн жарық деген топтың жеке концерт өтеді. Билеттер бар. Театр. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында 10 маусымда Махаббат қызық мол жылдар, 11 маусымда Бір топ алма ағашы, 12 маусымда Мұғалім, 13 маусымда Мама, 14 маусымда Барнарда Албаның үйі, 15 маусымда Ұлпан спектакльдері қойылады. 14 маусымда балаларға арналған Туған күн, 7 маусымда Кішкентай ханзаданың оралуы қойылымы көрсетеді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.